Ассалаумағалейкумдер, қалайсыздар, амансыздар ма? Түпқараған ауданы Ақшұқыр ауылы Жаңғылыс көшесі 27/2 үй тұрғыны Қуатов Бауыржан, Маңғыстау облысы, Қазақстан Республикасы. Өткенде Ақтау қаласында 6 микрорайон 22 микрорайонның Меловая дейтін жерде, сол жерде менің Шанка дейтін апамыз, Жанар апамыз, менің мамамның шешесінің апасының қызы сол жерде тұрған күйеуімен. Сол жерде Шакер дейтін нағашымыз, адай 40 мылтық ұру, сол ішіп алып, сол жерде мен болғам. Сол кеше Шакер ұрмақшы болған. Шакерді сол кезде Жанка апамыздың Досын дейтін баласы бар. Досын дейтін баласы тоқтата алмай қалған. Сол кезде мен Шакерді тоқтатқам. Шакерді тоқтату қиын болған. Шакер ұрып кететін болған. Қауіпті болған. Сол Жанка апамен төбелесіп келе жатыр еді. Сол кезде төбелесін тоқтатқам. Шакерді тоқтату қиын болған. Шакер қауіпті апасына төбелескендері. Сол кезде мен тоқтатқам төбелесін. Осылай ол Шакер нағашының көбісі бер жақта төбелесіп жүргендер Ақшұқыр ауылында жерде нағашы бар ғой, тағы бір төбелесіп жүрген. Сес көртесіп айқайлап жүргендер. Олар байқамай қалады, ол Шакер кім екен. На самом деле Шакер өте қауіпті адам. Апасына адам төбелескендері. Сол кезде мен төбелесіп тоқтатқам. Шакерді тоқтату қиын. Мен сол айтайын дегенмін сендерге. Сендермен бірге болған Хиуа ханы Бауыржан, Бейік Бауыржан табындыруы жоғарыдағы. Түркістан Арыстан Бауыржан, Бейік Бауыржан ұл ер адам табындыруы жоғарыдағы. Ферғауын патша Бауыржан, Бейік Бауыржан табындыруы жоғарыдағы. Каган Бауыржан, Бейік Бауыржан табындыруы жоғарыдағы. Жибрил Аллах Құдай, Аллах екі Құдай, Даджал Кәпір Құдай, төртінші Аллах Құдай, Әрес Чечерения Бог, Зевс Бейік Құдай, аты жөні ұлты Бауыржан, Бейік Бауыржан табындыруы жоғарыдағы. Ақтөбе облысы Шұбарқұдық ауданы Қуат атасы туылған жері. Коңғырат город Дәуіт табын Шөмішті Қарағойлы Лабағыр Батыр ұлы ер адам мазары. Қоңырат Бәйекесі туылған жері. Бауыржан, Бейік Бауыржанның Коңғырат город микрорайон дом 18 улица Кара деп былай айта тұрамыз. Кара Калпакстан бір пәтез 2 этаж 20 квартира үй. Бауыржан, Бейік Бауыржан туылған жері. Сендермен бірге болған Бауыржан, Бейік Бауыржан табындыруы жоғарыдағы. Мен сол айтайын дегенмін. Жарайды, жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Сол кезде бір сөзге келіп қалған ба, сондай болған. Сол сөзге келгенде екеуі келіп қырылып төбелесіп қалған ба, төбелескендері қауіпті болған. Сол кезде мен тоқтатып қалып қалған төбелесін. Досының баласы да сол кезде төбелесін тоқтата алмай қалды. Шәкірдің төбелескендері қауіпті, олардың төбелескендері. Сол кезде мен тоқтатып болмаса, дүрім өлтіріп қойып, бірдеңе қылып қою да мүмкін деген сияқты. Мен сол айтайын дегенмін бұл жерде. Олар сол айтайын дегенмін. Сондықтан Шакер нағашы адай 40 мылтық ұруын солны қауіпті ұл ер адамға қалдырамыз. Қауіпті болған террорный, сондай қауіпті, сондай террорный болғанда қалай келіп қалса төбелескендері сондай болып қалып жатса мысалы, сондай кезде де қауіпті адамға
жатқызамыз. Террор не деген террор емес енді. Жаңағыдай төбелес нелерінен қауіпті деп потенциал нелері қимылды іс-әрекеттер деген сияқты. Мен сол айтайын, қауіпті ол ер адамға қалдырамыз. Олар дейтін білмей қалған, мысалы нағашылар, олар Ақшұқырдағы нағашылар бар ғой, тағы басқалар. Олар білмей қалған Шәкір апасының қауіпті екенін. На самом деле Шәкір апасының қауіпті төбелескен. Күлдіріп қоюы мүмкін, даже ұрып. Мен сол айтайын. Сондықтан оны қауіпті ол ер адамға қалдырамыз. Мен сол айтайын дегенім, сендермен бірге болған Бауыржан Биік, Бауыржан Табыныр жоғарыда. Жарайды, жақсы, рахмет, сау болыңыздар.